Nebari 900 ming tengeden basap turgan Kia K5 aylanaldığınızda 2021 жылғы. Осыны сервис өтті. Мокрый асфальт. Бағышының мына жағынан болған. Екесінің асты жағы. Жөндеу керек, ауыстырып жүру керек болады. Крило жарайды, бампер жарайды. Екесі екен толпы. Мына жақтан да креплениялар шығып кеткен. Салға болады. Салонға келсек осындай велируй сиденьелерімен мына қарап кетіңіздер. Салонның шы осындай ағайын. Airbagтары ана жағында airbagтары ашылмаған екен. Мультируль, климат-контроль, круиз-контроль, датчик слепой зоны, удержание полосы, плавающее сиденье, мына климат-контроль, круиз-контроль барлығы бар. Kia K5 2021 жылғы. LXS AFD дейді. Полный привод екен. 100 мың теңге бұрын қойып, смело қатыса берсеңіздер болады. Бағжыңызбен оңашағынан болған. Сағат примерно бір 9-8-де ойнатылады. Сәттілігі бұрындарыңыз қоя беріңіздер.